Сәлем достар, сіздермен Назира. Бүгін сіздермен еті жұмсақ болып пісетін қуырдақ жасайтын боламыз. Менімен бірге жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Менің арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздермен көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Қазақша каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосыңыздар. Ол үшін бізге қара кесек ет қажет болады, және өкпе, бауыр, және картошка, пияз. Пияздарыңыз кішкентай болса, 2 пияз қолдансаңыздар болады. Өйткені пияз көп болса, сулы өте дәмді болып шығады. Еттерімізді осылай кубиктап турап аламыз. Бауырды да кубиктап турап алатын боламыз. Пиязымызды да бөліктерге бөліп алатын боламыз. Картошкаларымызды да бөліктерге бөліп алатын боламыз. Қалауларыңыз бойынша турасаңыздар болады. Қазанымызды отқа қойып, үстінен майымызды құйып, осылай етімізді салып аламыз. Бұл жерде мен тек қара кесек еттерді салдым. Өкпе, бауырларда осы етіміз қуырылып болған соң салатын боламыз. Қара кесек етіміз 5 минут қуырылды, және үстінен туралған жүрек және де өкпемізді салып, осылай қуырып аламыз. Осылай араластырып 5 минут қуырып аламыз, кішкене су тартылғанша. Осылай кішкене суымыз тартылғаннан кейін бауырымызды салып, жақсылап араластыра отырып, 5 минут қуырып, үстінен пиязымызды, картошкамызды салатын боламыз. Осылай бауырымызда қуырылып шықты. Жақсылап араластырып, үстінен пиязымызды салатын боламыз. Пиязымызды да жақсылап қуырып аламыз, бетін жауып. Қуырылып шыққан пиязымыздың үстіне картошкамызды салып, жақсылап араластырып, үстінен тұзымызды себеміз. Және де мен бұл жерде ешқандай да приправа қосқаным жоқ. Бетін жауып, 45 минут пісіріп алатын боламыз. Міне осылай қып-қызыл болып пісіп шығады. Мен ешқандай да суда қосқаным жоқ, өз суына пісіп, өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер.